Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қазақ тілін үйренуді жалғастырамыз. Бүгін біз қызықты тақырыптардың бірі хайуанаттар бағында туралы әңгімелесеміз. Менің аты жөнім Динара Даулетқызы Есенбек. Сабақ барысында біз жаңа сөздер үйренеміз, мәтінмен жұмыс жасаймыз, грамматиканы қайталаймыз және өз ойымызды еркін жеткізуге машықтанамыз. Алдымен жаңа сөздерді үйренейік. Менімен бірге қайталаңыз. Крокодил, қолтырауын, жираф, керік, барыс, попугай, тотықұс, волк, қасқыр. Медвежонок, қонжық. Құрметті телекөрермен, біз сіздермен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныстық. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырманы бірге орындайық. Тақтаға назар аударыңыздар. Бірінші қандай сөз жасырылған? Дұрыс, бұл тотықұс. Екінші сөзге назар аударайық. Иә, бұл қолтырауын. Үшінші сөзді таба аласыздар ма? Әрине, бұл қонжық. Төртінші сөзге мұқият қараңыздар. Иә, бұл керік. Ең соңғы сөз қалды. Әрине, бұл көбелек. Керемет. Құрметті телекөрермен, біз сіздермен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныстық. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Қазір хайуанаттар бағының кассасындағы диалогты тыңдайсыздар. Экрандағы бос орындарға назар аударып, жетіспейтін сөздерді табуға тырысыңыздар. Қайырлы күн, сізге көмектесе аламын ба? Қайырлы күн. 4 билет беріңізші. Төртеуі де ересек па? Иә. 3200 теңге. Карта әлде QR? QR. Жақсы. Айтпақшы, бүгін барысты көре алмайсыздар, ауырып қалды. Қап, ал не бар? Уайымдамаңыз. Жаңа қолтырауынмен керік келді. Тамаша. Сіздер қазір ғана өте қызықты көріністі тамашаладыңыздар. Енді тақтаға мұқият қараңыздар. Тапсырманы бірге орындайық. Бірінші түсіп қалған сөзді табайық. Иә, түсіп қалған сөз ересек. Жауапты тексерейік. Төртеуі де ересек па? Жарайсыздар. Келесі сөзді дұрыс табайық. Дұрыс жауап теңге. Жауапты тексерейік. 3200 теңге. Карта әлде QR? Керемет. Енді келесі бос орынды толтырайық. Бүгін қандай жануарды көре алмайсыздар? Барысты көре алмайсыздар деді ме екен? Ендеше жауапты тексерейік. Айтпақшы, бүгін барысты көре алмайсыздар, ауырып қалды. Өте жақсы. Соңғы сөз қалды. Әрине керік. Жауапты тексерейік. Жаңа қолтырауынмен керік келді. Тамаша. Жарайсыздар. Сіздер тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Ал енді келесі тапсырмаға өтейік. Тақтада мәтін шығады, сол мәтінді бірге мұқият оқимыз. Осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Біз хайуанаттар бағына бардық. Билет бағасы 800 теңге. Алдымен қолтырауынды көрдік. Ол үлкен және күшті. Содан кейін керіктерге бардық, олар адамдардан қорықпайды. Соңында
тоты құс пен қонжықты тамашаладық. Тамаша күн болды. Бірінші сұрақ: билет қанша тұрады? Жауап: 800 теңге. Екінші сұрақ: керіктер адамдардан қорқа ма? Жауап: жоқ, қорықпайды. Ал біздің сабағымыз да соңына жақындап қалды. Бүгін сіздермен бірге жаңа сөздерді үйрендік, түсіп қалған сөздерді таттық және қысқа мәтінді талдадық. Ал енді сіздерге үй тапсырмасын ұсынамын. Міндетті түрде орындап шығыңыздар. Бұл бүгінгі сабақтағы жаңа сөздер мен тапсырмаларды жақсырақ есте сақтауға көмектеседі. Төмендегі сөздерді қолданып, 3 сөйлем жазыңыз. Мысалы, мен керікті көрдім. Ол өте биік. Керік тамаша жануар. Менімен бірге қазақ тілін үйренуге тырысқандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы әрі қызықты болды деп үміттенемін. Сіздермен бірге болған мен, Динара апай. Келесі сабақта жүздескенше.